Баршаңызға ассалаумағалейкум. Бүгін ауызашар дастарханына арнап 20 минуттың ішінде етсіз самса жасадым. Өте дәмді әрі оңай самсалардың бірі. Ыдысымызға айранымызды құйып алдық. Айранымыздың үстінен енді аздап осы ас содасының үстіне көз мөлшерімен осындай 6%-ық мендегі яблочный уксус, алма уксусы, соны құйып араластырып, жаңағы айранымыздың үстіне құйып біркелкі мас салғанша араластырып аламыз. Мен бұл самсаны жиі жасаймын, және де ол уақытты да алмайды. Сондағы 20 минуттың ішінде дайын болады. Үйіңізде асқабақ болса болғаны. Енді айранымыздың үстіне жаңағы ас содасын салдық, араластырып алдық. Енді үстінен еріп тұрған сармайымызды салып, араластырып, оның үстіне ұнымызды салып, және де тұз салып, қамыр елеп аламыз. Бұл жерде қамырды да демалудың қажеті жоқ. Еліп болғаннан кейін бір 5 минутқа қалдырып, сосын барып қамырымызбен жұмыс жасай берсек болады. Достар, менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетсеңіздер, сіздерге алдағы уақытта 30 күні ораза айында керемет оңай рецепттермен бөлісетін боламын. Қамырымыз демалам дегенше біздер ішіне салатын салмасын дайындап аламыз. Ол үшін асқабағымызды осында экранда көрсетілгендей етіп кубиктап турап аламыз. Қыс мезгілінде асқабақтың сезоны болған кезінде менің үйімде осы асқабақ қалып қойыпты. Енді жаман болып кетпесін деп тез етіп осы ораза айында самса жасап тастайын дедім. Негізінде осындай көктем айында уже осы асқабақтың сезоны бітіп жеуге жарамсыз болады екен. Сондықтан үйлеріңізде асқабақ болса, міндетті түрде осындай самса манты жасап тастаңыздар. Мен мантілерге тек қана жаңағыдай блендермен немесе мясорубкіден өткізіп аламын. Күштің көмегімен болсын, ал осындай самсаларға мен осындай кубиктап тураймын. Енді асқабақтарымызды таза ыдысымызға салып аламыз. Оған пиязымызды қосамыз. Пиязымызды мен блендер арқылы өткізіп алдым. Енді бұған әртүрлі дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Қара бұрыш, тұз, өздерің қалаған приправаларыңызды қоссаңыздар болады. Енді мен аздап қант қосып жібердім, себебі одан да дәмді болады. Үстіне сұйық майымызды қосып жақсылап араластырып аламыз. Сіздердің де асқабақтарыңыз дәмі жоқ болса, міндетті түрде осындай аздап 2-3 қасық қант қосып жіберсеңіздер болады. Қамырымыз демалды, біздердің ішіне салатын салмамыз дайын. Енді қамырымызбен жұмыс жасаймыз. Қамырымыз біздердің 16 бөлікке бөліп аламыз. Менде 50 граммнан шықты. Енді осылай 16 бөлікке бөліп, зуалар жасап, тағы бір 5 минутқа демалдырып аламыз. Мен ауызашардан алдын осылай бір 20 минут алдын бастадым. Тездетіп, ауыз ашқанға дейін пешіме салып, содан кейін барып, аузымызды ашқаннан кейін барып, ыстықтай жедік. Өте күшті әрі оңай самсалардың бірі. Енді осылай жаңағы қамырларымызды дөңгелек етіп жайып аламыз. Енді ішіне салмасын салып, түйіп бастаймыз. Міндетті түрде пешімізді алдын ала 200 градуста қыздырып қоямыз. Енді самсаның түйу жағына келсек, әркім қалауынша түйсе болады. 3-1 етіп түйсеңіздер болады, немесе әркім қалауынша. Енді мен осылай түйгенді ұнатқандықтан осылай түйіп алдым. Ораза айында ниет етіп, ауыз бекіткен жандар ниеттеріңізді Аллах қабыл етсін. Оразадан оразаға жете берейік. Әне-міне дегенше ораза айының 12-ші күніне де келіп қалыппыз.
Енді самсаларымызды пешіміздің противеніне жайғастырып, астынан мен осындай пергамент қағазын төсеп алдым. Осылай енді самсаларымызды қойып шығамыз. Үстінен міндетті түрде жұмыртқамыздың сарысын жағамыз. Мен жұмыртқамыздың сарысына аздап сүт қосып жіберемін. Сол кезде самсаларыңыз одан да әдемі жалтырап болып шығатын болады. Енді қызып тұрған 200 градустағы пешімізде қызарғанша пісіріп аламыз. Самсаларымыз дайын. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Бар болғаны 20 минуттың ішінде дайын болды. Енді аузымызды ашып алдық. Енді ыстықтай жеп алсақ та болады. Келесі видеомда кездескенше сау болыңыздар.